Баршаңызға сәлем. Бүгін Түркістан шаһарының төрінде Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, біздің университетіміз 30 жылдық мерейтойын атап өтпекші. Кеттік, бірге көрейік. Сағат 18:00. Кіре берістен ақ мерекелік вайб сезеді. Студенттеріміздің көңіл күйі көтеріңкі. Көріп тұрғандарыңыздай мынандай безендірілген әдемі баннерлер мен естелік суреттерге түсіп асығуда. Гала-концерт аясында университет жетістіктері атты да көрме ұйымдастырылып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай көркем сурет, қолөнер, тарихи ескерткіштер, ботаникалық бағымыздың көшеттері және студенттеріміздің жетістіктері, спорт факультетінің жетістіктері. Өздеріңіз білетіңіздей, біздің университетіміз тәуелсіздіктің құрдасы, тәуелсіздіктің жаршысы. Сондықтан биыл университетіміздің халықаралық мәртебе алғанына 30 жыл толуына орай, жыл бойына үлкен іс-шаралар ұйымдастырылып, сол іс-шараларды қорытындылау мақсатымен біз бүгін гала концертіне жиналып жатырмыз. Концертіміз басталып та кетті. Кеттік. Ben Ahmet Yesevi Üniversitesi мүшесімін. Гала-концертке түркі тілдес елдерден 30-дан астам университет ректорлары, сондай-ақ 10-ға жуық қазақстандық университет басшылары арнайы келді. Бізді мерейтоймен құттықтау үшін Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды арнайы келіп, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауын жеткізді. Сондай-ақ ғылым және жоғарғы білім вице-министрі Қуаныш Асылханұлы министр саясат Нұрбектің ізгі тілегін көпшілікке оқып берді. Университетімізде түркі әлемінің 15 мемлекетінен 40-тан астам ұлт жастары оқиды. Сондықтан гала-концертте түркі тілдес ұлттардың әндері шырқалып, билері сахнаның сәнін келтірді. Биыл енді университетіміз үшін бір ерекше жыл болып отыр, себебі мына біздің халықаралық Қазақ-Түрік университетінің 30 жылдығын тойлап жатырмыз. Бұл мереке біз үшін, оның үстінде Түркістан халық үшін өте ерекше мейрам. Жеке өз басым үшін де себебімен осы университеттің алғашқы түлектерінің бірімін. Бізге университет өте бір қызықты шақ сыйлады. Мен университеттің келесі шәкірттерін бұдан да биіктерден көргім келеді. Концертіміздің соңында студенттеріміздің бірінің пікірін білсек. Кешіңіз болады ма? Жаңа ғана концерттен шықтыңыз, мерейтой қалай өтті? Қандай әсерде болдыңыз? Сәлеметсіз бе? Күшті деңгейде өтті, өте керемет болды. Университетіміздің 30 жылдық мерейтоймен құттықтаймыз. Университетіміз дамып, жарқын белестерден көріне берсін. Осымен университетіміздің 30 жылдық мерейтойына арналған гала-концертіміз өз мәресіне жетті. 30 жыл үлкен тарих. Осы жыл ішінде университетіміз тек Қазақстанның ғана емес, күллі түркі әлемінің де сан салада жетістікке жетуіне өз үлесін қосты. Біз сенің ғұмырлы боларыңа сенеміз. Біз сені жақсы көреміз, сүйікті Яссауи.